Барлықтарыңызға сәлем, Рамазан айы құтты болсын. Рамазан айына орай дастархандарыңызға тез пісетін, уақытыңызды алмайтын, ашытқысыз, яғни дрошсыз пісетін өте жұмсақ дәмді жеті шелпектің рецептін ұсынатын боламын. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 1 кесе немесе 100 грамм жылы сүт және 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз саламыз, 2 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Төрт жүз грамм ұнымызды жайлап отырып осылай салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Міне қамырымыз видеодағыдай өте жұмсақ болып шығады. Енді 10-15 минутқа кішкене тындырып қоямыз. Енді дайын қамырымызды алып, әдеттегідей 7 тең бөлікке бөле отырып, барлығын бірінші жайып аламыз 7 күлшемізді. Міне шелпектерімізді қалыңдығын қатты, қалыңда емес, жұқада емес, яғни 1-1,5 сантиметрде етіп жаямыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Келесі жолы сіздерге жеті шелпектің, яғни жұмыртқасыз, дрошсыз, ашытқысыз, басқа да өте жұмсақ болып шығатын жеңіл, тез пісіру жолдарын үйрететін боламын, және басқа да рецептерді каналымнан көре алатын боласыздар. Майымыздың астын өте жоғары градуста қоямыз. Әбден қатты қызған кезде барып қана шелпегімізді пісіреміз. Себебі қызбаған майға салатын болсақ, майдың барлығын өзінің бойына сіңіріп алатын болады. Міне осылай өте тез пісіп шығады шелпектеріміз. Міне біздің сары шелпектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ешқандай да уақытыңызды алмайды, тез дайын болады.